Н, Г деп жазылады, бірақ қазақ тілінде ағылшын тілінен келген сөз ғой енді. Негізінде өстіп оқылады ағылшындарда, подкастинг деп. Ал ана НГ деген ескілеу болған соң өстіп подкастинг деп қана алдық. Сол, мынау менің суретім, мынау менің аты жөнім. Жерлерде мен көп отырмаймын, көп жазбаймын. Сондықтан бүкіл ақпаратына менің сайтымнан аласыздар, керек болса бүгінгі айтылған нәрсенің көбі сол жерде бар. Егер кіріп алып оқимын десеңіздер, жазыңыз. Но, бірақ егер де керек десеңіздер, Instagram, Facebook, Telegram, сол жақтарға жазылсаңыздар да болады. Бір шұғыл бір мынандай жұмыстармен айналысамыз. Мынау біздің алдыңғы жылғы клиенттеріміз, кішігірім биыл қосылған, бір 5-7 қосылды. Анау ескі презентация осылай болып тұр. Мынау мен жалпы жасап көмектескен, жасаған, қолымның ұшы тиген подкасттар осы. Алдыңғы жылғы, биылғылар қосылған жоқ. Биыл бір 10 шақтысы тағы қосылу керек болған, бірақ олар істеді. Жалпы мынау ағылшын тілінде, орыс тілінде, мынау қазақ тілінде, мынау азаттықтың подкасттары, мынау Американың подкасттары, жалпы сондай. Тек қана аудиомен айналысам. Байқасаңыздар, маған видео деген нәрсе онша қатты қызықтырмайды. Аудиоға көбірек жақын. Мына менің ең өзім мына подкасттың бәрі менікі, бірақ осының барлығын біріктіріп, мен Едар Құдайбергенов деген бір арна жасап қойдым. Егер тыңдаймын десеңіздер, мына адреске кіріп тыңдасаңыздар болады, QR код арқылы кіріп тыңдап көрсеңіздер болады. Кез келген подкаст тыңдауға арналған жерде Едар Құдайбергенов десеңіздер шығады. Ол жерде жаңағы қас подкаст, подкастинг туралы аудиоблог, ол бір еркін формат. Мен өзім ойлаған нәрселермен бөлісетін. Время подкастинганы соғыс басталғалы тоқтаттым, орыс тілінде шығатын. Заттар сөйлейді, спонсор табылмай тоқтап қалды. Бұл жерде біз жансыз заттармен сұхбат алынатын. Бұл жерде домбырамен бар, сосын бір реттік маскамен бар сұхбат. Сондай жансыз заттармен сұхбат алатын жоба болған. Как учиться, мен ең бірінші жасаған 19 жыл бастаған подкасттарының бірі. Бұл жерде мен адамдардың оқу дағдыларын зерттедім. Осознанный отец маған бірінші қомақты қаржына келген подкаст. Саналы әке болу, жанұядағы әкенің рөлі, әкелердің бақыты деген сияқты тақырыпты талқылап жалпы көтеретін подкаст болған. Екеуі шықты, осознанный отец и саналы әке деген екі түрі. Мынау әлі жасалған. Сіздерде вот осындай. Бірақ оның ішінде жаңағы нарративті подкасттар бар. Мысалы жаңағы айтып жүрген қаңтар үні, ол толығымен сценарий бойынша жасалған нәрсе. Ол жерде менің өзімнің айтатын сөздерімде, басқалардың айтатын сөздерінде мен енді алдын ала сұхбат алып, соларды жаңағы мәтінге түсіріп, жаңағы қағазға түсіріп, сценарийін жасап, содан кейін қайтадан жинап шыққан подкасттар. Ол кәдімгі художественный документальный фильм. Соған ұқсастау сценарий жазылып, кәдімгі несімен жасалады. Мен өзім әр подкасттың өзінің тақырыбы бар. Сол тақырыпқа байланысты, сол тақырыптың ішіндегі проблеманы көтеретін, немесе соны шешетін, немесе бірдеңе істеген адамды ғана шақырамын. Мысалы жаңағы қас подкаст алсақ, бұл жерге тек қана подкастинге қатысы бар адамдар ғана шақырылады. Болды. Ол жерде 1000 жерден сұмдық оратор болса да, подкастинге қатысы жоқ болса, ол адам ол жерге шақырылады. Саналы әкеге тоже сондай. Ол жерде әкелікке қандай да бір қатысы бар. Сол туралы бірдеңе айта алатын тәжірибесі бар деген сияқты адамдар ғана сондай адамдар ғана шақырады. Немесе қас подкаст, ол жерде тағы да айтайын, ол жерде монолог, ол жерде мен тек қана подкастинг туралы ғана айтамын. Басқа проблемалар ол жерде айтылмайды. Тек бір тақырыбы бар. Менің көп подкасттарымда жаңағы өзімнің жеке оқытқан шәкірттерімде подкасттарын қарасаңыздар, олардың бір тақырыптары бар, немесе бір саласы бар, сөйлейтін. Қазіргі мына көп тарап жатқан подкасттар сияқты, ананың басын бір, мынаның басын бір шалмағанды ұнатамын. Шектеліп қалса, аудиториясы да шектеліп қалмай ма? Бұл солай көрінеді бастапқыда. Бірақ егер сіз жасап көрсеңіз, сол тақырыпта бір ғана мысалы бөтелке туралы ғана подкаст жасайтын болсаңыз, тастамасаңыз, бір айда емес, жарты жыл, бір жыл, 2 жыл жүргізсеңіз, сіз уақыт өткен сайын көресіз, сіздің тыңдармандарыңыз, аудиторияңыз өскенін, және ол жердегі аудитория өте сапалы аудитория болып саналады.
Өйткені ол жерде тек қана осы бөтелкеге қызығатын адамдар ғана келеді да. Жаңағы бір хайп үшін, бірдеңке үшін емес, именно сол тақырыпты зерттеп жүрген, соған қызығатын, сол саланың мамандары ғана келеді. Мысалы, қазподкасттың бір эпизодын шамамен 1000-1000 адам тыңдайды, бір эпизодын бір айда. Ол жерде мен тек қана аудио подкаст туралы айтатын болғандықтан, ол сондай аудитория ғана жиналған да. И меніңше ол неше түрлі жаңағы аудио подкастинге онша қызықпаған адамдар жиналған, мысалы 10 000 рет тыңдалатын подкастқа қарағанда менің аудиториям құндылау сияқты. Өйткені ол жерге сол мысалы микрофондар туралы жарнама жасайтын болса, меніңше менің подкастымдағы сатылым көбірек болады, чем андай көп терең қарамайтын подкасттарға қарағанда. Бұның бәрі теория, практика келген кезде бәрі өзгереді, бірақ көбіне алдағандай көзқарасқа бола бізде бір саланы таңдаған, бір саланы терең зерттеген эксперттер де жоқ. Журналистердің де жоқтығы содан. Журналистер бүгін білім, ертең денсаулық, одан кейін саясат, тағы да бірдеңке сөйтіп келмей шалады. Кез келген адам, кез келген маман өзінің подкасты болса, мен неше түрлі жол бар. Алдауға болады, алдамауға болады. Алдау деген мысалы айтасың, мына эпизод тыңдап болсаң, сен миллиардер боласың деп айтасың. Немесе қыздарға арналған или жігіттерге арналған болса, мына эпизодты аяғына дейін тыңдасаң, сен точно ана жаңағы ұнатқан адамды сындырасың. 100% деп айтасың. Өтірік алдайсың. Ол адам аяғына дейін тыңдайды, ол сындырамайды, көңілі қалады, сіз өтірікші ерлігін аласыз да. Ал мен неге сөз бердім, соны беремін. Мен айтамын. Бүгін біз мынандай кейсті талқылаймыз, оның нүктесін қоямыз, мынаны сіз түсініп шығасыз, мынаны алып шығасыз деп айтамын, и мен соны беремін. И мен оны өтірік, жаңағы ең пайдалы жерін аяғына дейін созып отырмын, мен оны кәдімгі, естественно, просто біз өз сөйлесіп жатқан сияқты айта беремін, шығара беремін. Сол өзіңіздің жаңағы ең басында айтып бір не беру, жаңағы сөз беру, мынаны тыңдап болсаң осындай болады. Бүгін біз мынандай күшті әңгіме көтереміз, талқылаймыз деген сияқты. Мысалы, егер сіз сұхбат жанрында подкаст жасайтын болсаңыз, сіз қалай істейсіз? Сұхбатты аласыз, оның полный жаңағы редактурасын бәрін жасайсыз да, бөлек кіріспе жазасыз. Өзі бәрін жасаған соң. Бүгін сіз супер әңгіме тыңдайсыз, мынандай ақпарат аласыз, мынандай нәрсені тереңірек түсінесіз, мынандай білмеген нәрсені білесіз деп сөз бересіз. Адам егер сол нәрсеге қызықса тыңдайды, және өзсіз жаңағы сөз берген нәрсені алады. Одан кейін қалай жаңағы аудиторияны жинадыңыз? Мен оны әдейі ештеңке істеген жоқпын. Мен ешкімге жарнама, ештеңке берген жоқпын. Мен тек өз саламды зерттеп, сол салада жеткен бір нәтижелермен ғана бөлісемін. И әдетте менің ойымша адамдар шамамен не еститін, не туралы әңгіме болатынын біледі деп ойлаймын. И менің подкастымды тыңдайтындар сол жаңағы именно аудио подкастинг саласында не болып жатқанын білгісі келетін, сол бойынша кішкене өскісі келетін жаңағы сондай адамдар. Сол бұл жерде жаңағы өзіңіздің тақырыбыңызды ұстансаңыз болды. Негізінде былай маған айналу керек. Мысалы, сіздің салаңыз қант саласы туралы подкаст болатын болса, қанттың бағасы өсіп немесе түскен кезде адамдар сіздің эпизодтарыңызды күтетіндей жағдайға жету керек. Есіңіз кім болды? Мадина. Қанттың бағасы өсті немесе өседі деген бір қауесет шықты. Бәрі ойлау керек, так, Мадинаның эпизодын күтейік, не дейді деп. И сіз көп күттірмей 1-2 күннің ішінде шұғыл эпизод шығару керексіз. Чтобы аудиторияның жаңағы күткенін не істеу үшін. Қанттың бағасы өседі, өйткені былай. Ананың бірдеңкесін бірдеңке оқылады, сол үшін. Немесе өспейді, өйткені былай деген сияқты. Сондай нәрсеге айналған өте мықты не болады. Бізде менің подкастымды өйтіп күтеді деп айта алмаймын. Өйткені жалпы аудио подкасттардың нарығы енді жалпы кәсіби түрде подкастингмен айналысатындар бұрын мен жалғыз болған, қазір бір 3-4 адам ғана енді жеттік. Біз кәсіби аудиомен ғана айналысамыз. Сондай адамдар. Сондықтан бізде әлі ондай бір сұмдық трендке айналды. Менің подкастың эпизодтарын адамдар күтеді деп айта алмаймын. Бірақ шықса тыңдайды. Шықпасаң сұрамайды. Сондай деңгейде қазір. Бұл тақырыбына байланысты. Керемет құрал, менің қолданамын, алгоритмнің бәрі ұнайды. YouTube мен үшін бір резервный площадка сияқты.
иә, подкастымды жариялайтын тағы бір тұғыр, былай айтқанда. Солай қолданамын. Тікелей эфирлерін қолданамын. Өзімнің жаңағы сабақтарымды сол жерге жариялап қоямын. Кейбір подкасттарының аудио нұсқасы сол жерге де жарияланады. Осымен шектеледі. Орындағы нәрселер. Менің бір подкасттарым бар, 20-30 рет тыңдалады. Маған бірақ оны қой 5 адам тыңдасын, маған қызық емес оны қаншада тыңдаған. Маған оны өзім жасап шығарғаным, и соны тыңдаған адамға пайдасы тиіп, соның өмірін бір өзгертсе, вот сол маңыздырақ. Өзімнің ішіндегі ақпаратты жеткізу вот сол маңыздырақ. Чем мен осы жақында жаңа Қазподкасттың эпизодында соны разборын жасаймын. Бір аудиода болып, сосын ютубқа шыққан бір подкастер былай дейді. Мен подкастингнің мағынасын подкасттарымды ютубқа түсіріп салған кезде түсіндім дейді. Иә? Менің ішінде сұрақ шықты да, сонда сен тек қана ана картинадан өзіңді көргенде түсіндің ба сонда деп ше? Ол менің көзқарастарыма өте қарама қайшы демей қойып, бірақ басқа направление. Адамдар сіз егер ол қонақ шақырып алып, өзің сөйлей берген сияқты да, сіз сұхбатқа шақырасыз да, бірақ өзің сөйлей бересің да, өзің көрсету үшін. Ондай да қателіктер болады. Бірақ көбіне подкастинг ол кішкене басқа көзқарас, басқа подход. И несінде жақсы подкаст көбіне шығаратын адамдар, оның алдында ұзақ уақыт бойы подкаст тыңдаған адамдар, подкаст тұтынған адамдар. Егер сіздер көп уақыт видео тұтынатын, сондай адам болсаңыздар, сіздерге аудио формат келмеуі әбден мүмкін. Ол міндетті емес бәріне ұнауға, иә? Бірақ көбіне подкасттары жақсы шығатын, тұрақты шығатын, оны түсінетін адамдар алдымен көп подкаст тыңдайды, түсінеді, қандай екен, былай екен деген сияқты ұнатады. Мысалы, менің подкасттарым неге көбіне монолог? Өйткені мен сол 2008-2009-да көбіне монолог подкасттар тыңдадым. Және менің жаңағы бейсаналы бір жерінде сөйтіп жазылып тұр. Подкаст ол негізі көбіне монолог деп жазылып. Ал егер сіздер подкаст дегенді бірінші ютубтан көріп бастасаңыздар, әрине сіздердің ойларыңызда ол сөйтіп ютуб әңгіме деп жазылып тұрады. Және оны бұзу өте қиын. Ол жаңағы ізденіс, жұмыс жасап, еңбектеніп барып, сондай нәтижеге жетуге болады. Мен тағы айтайын, ютубқа ешқалай қарсы емеспін, видеоға қарсы емеспін. Керемет дүние, қолданыңыздар, бәрі дұрыс. Бірақ менің қалауым аудиода. Және менің іздеп жүрген аудитория, жұмыс істегім келетін аудитория, ол Қазақстанмен шектелмейді. Қазақ тілін түсінетін, ағылшын тілді мысалы подкасттар бар, оның аудиториясы бүкіл әлем. Сондықтан аудионы тыңдамайды деген ол өте сондай нәрсе. Бірінші кішкене ізденіп бар айтайық. Өйткені әлемде қазір керісінше аудионың аудиториясы жақсы өсіп жатыр. Жалпы 2000 жылы шыққан технология, сол кезден барып қарайтын болсақ, аудионың жалпы саны, сапасы, аудиториясы қалай өсіп жатқанын қарайтын болсақ, подкастинг жыл сайын 7% ғой деймін, 7%-ға тұрақты түрде өсіп тұрады. Тұрақты түрде өсіп тұрады. Бұндай технология меніңше жоқ қазір. Бізде бүйтіп қатты өседі, сосын жоқ болады. Немесе ақырын өседі де аспанға кетіп қалады деген сияқты. Подкастинг ол тұрақты түрде өсіп келе жатқан нәрсе. Және Қазақстанда да оның өзінің орны бар. Ол әлі дамиды, оған бәрі келеді, бәрібір түбінде подкастинг. Мен қазір мысалы жаңағы күресу деген сөздерді неге алып тастадым? Өйткені болды. Қазір подкастинг үшін күресу керек емес. Біз күресіп болдық. Түсінетін мамандар, білікті бәрі олар біледі қазір. Подкаст десе, ар жағында RSS па бірдеңке болу керек деген нәрсе жететін адамдарға. Немесе адамдар іздеп тауып алады деген сияқты. Қазір біз подкастингнің өзіне мән беріп бастадық. Қазір біз подкастерлерге мән беріп бастадық. Подкасттарға мән беріп бастадық. Осыған дейін менің жеке қателігім, мен осыған дейін подкаст еместерге мән беріп келіппін да. Екі подкаст емес, анау подкаст емес деген сияқты. Олай жасау керек болған шығар сол кезде, бірақ қазір мен көбінесе подкастерлермен араласамын, көбінесе қазақстандық подкасттарды тыңдаймын, соларды талқылаймын деген сияқты. Сол бізге қазір сол керек деп ойлаймын. Қазір сұрақ бола ма? Мысалы, лицо деп жатыр Арсен. Ол лицо міндетті түрде болу керек, журналист подкаст түсірсе, ол лицосы міндетті түрде болу керек деп ойлаймын өзім.
соны айтып отыр да, мысалы ол подкаст түсіру үшін обязательно журналист болу керек па, әлде мысалы бізде интернет журналистика бар, мультимедиалық журналистика сабақтар бар, ол жерде подкаст түсіруге біз үйретеміз мысалы. Соған сіздің көзқарасыңыз қандай, мысалы журналистік білімнің қаншалықты керек, қаншалықты керек емес? Оның ішінде жаңағы приемдарын үйретеді, тәжірибені үйренесіздер, этиканы үйренесіздер, ол артық болмайды. Бірақ подкастинг ол тек қана журналистиканың ғана құралы деп айта алмаймын. Ол кез келген, мысалы, әлеуметтік желіні, инстаграмды алатын болсаңыз, ол тек қана журналистік сөз емес, ол кез келген адамның, маманның құралы. Сол сияқты подкастингде кез келген адам, маманның құралы. Сондай нәрсе. Ал жаңағы беті болу керек, болмау керек деген ол енді талқының нәрсесі. Мен біреу кеседі, біреу кеспейді. Мысалы, әлемде өте көп инкогнито подкасттар. Біреу жасайды, біреу айтады, оның тыңдарманы көп, бірақ оны кім жасап жатқанын, қалай жасап жатқанын, кімнің ақшасына ешкім білмейді. Оның қызығы сода. Әр адам өзінше ойлайды, мынау жасап жатыр, мынау жасап жатыр деген сияқты. Сондықтан сондай нәрсе. Өз еріктеріңіз. Егер қазір қызарға жазатын болсақ, көресіздер, подкастинг ол жалпы адамдарға ешқандай шек қоймайды. Керісінше сіздерге еркіндік береді, керісінше сіздерге жаңағы бостандық береді жалпы. Тыңдасаңыздар болады, бұлар тегін алдын ала жүктеуге болады, жаңағы уведомление деген бәрі ішінде жақсы істейді. Мынау жаңағы подкастинг тарихы. Егер жаңағы дәлел деген сияқты келетін болсақ, мына 2000 жылы Inclosure, былай жазылатын тег Inclosure деген 2003 Адам Кари мынандай бағдар. Стилі сондай, әмбебап былай айтқанда. Зарядочники алу керек емес, батарейка салып алып, сыртқа шығып, шетке шығып, жүріп жаза беруге болады. Егер прям кәсіби түрде айналсам десеңіздер, бірінші телефонмен бастаңыздар. Көбінесе кім бастауыш подкастерлердің қателіктері деген кезде бірінші жүгіріп барып микрофон таңдайды. Микрофон ол таңдалады. Микрофон сосын таңдаласыздар. Ең бастысы бірінші контентіңізді шығарып, соны дағдыланып алыңыздар. Микрофон ұнай ма, ұнамай ма деген сияқты. Содан кейін барып микрофон аласыздар, студияға шығасыздар. Подкаст жазғанда ыңғайы келсе, әрдайым құлақ қапта болған абзал. Ана адамның дауысын естіп отыру керек. Қалай жазылып жатыр? Шумдар бар ма? Қалай болып жатыр? Өйткені сіз не естіп тұрсыз, сіздің тыңдарманыңызда шамамен сол дыбысты, сондай дыбыс естиді. Ал егер наушник құлаққа тақпасаңыз, ол адам өрлеп тастауы мүмкін, немесе естілмей қалуы мүмкін, неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін.